Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздерге өте дәмді әрі тойымды тағамның рецептісімен бөлісемін. Бүгін сіздерге нан салманың жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен бізге ет қажет. Етімізді осылайынан майдалап 4 бұрышты квадратный етіп турап аламыз. Сосын пиязымызды, сәбізімізді, картошкамызды мен көрсетілгендей етіп турап шығамыз. Ал енді табамызды газымызға қойып, майымызды құйып, жақсылап қыздырып, етімізді саламыз. Бірінші етімізді салып, сосын үстінен пиязымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Әр затымызды салған сайын 1-2 минуттан қуырамыз. Пиязымыздан кейін жаңағы турап алған сәбіз бен картошкамызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ал енді томат пастасын саламыз, немесе қызанақты майдалап турап салсаңыздар болады. Және де 1 ас қасық ұн салдым. Ұнымыз подливымызды қоюлау етіп әдемі дәм беретін болады. 1-2 минуттай қуырып алдым. Енді үстіне суымызды құйып, бетін жауып 1 сағат қайнатамыз. Ал енді тұзымызды салып, қалауларыңызша ас көк салсаңыздар болады, және жақсы дәм беру үшін лавровый лист немесе зіре салсаңыздар болады. Мінекей достар, мен подливам дайын. Енді қамырына кірісетін боламыз. 200 грамм суымызға тұзымызды, жұмыртқамызды және де майымызды салып, ұнымызды салып, жақсылап қаттылау етіп қамыр елейміз. Достар, ұныңызды електен өткізуді ұмытпаңыздар, өйткені қамырыңыз түйіршіктеніп, жақсы шықпай қалуы мүмкін. Қамырымды илеп болдым. Оны домалақ етіп, бетін жауып, 10 минуттай тындырып қойыңыздар. Тағы да 10 минуттан кейін осылайынан бір қайтарып, тағы 10 минутқа қойып қойсаңыздар, қамырыңыз әдемі жайылатын болады. Достар, қамырымызды жаюға кірісеміз. Ұнымызды сеуіп, осылайынан қолымызбен басып, жақсылап басып шығып, оқтауымызбен жайып аламыз. Жұп-жұқа етіп, қағаздай етіп жайып шығамыз. Бір тегіс етіп. Мінекей қамырымды жайып болдым. Енді ыстық қайнап тұрған суымызға тұзымызды салып, қамырымызды 3-4 минутқа салып, қайнатып пісіріп аламыз. Менің қамырым пісіп шықты. Подливымызды дайын. Подливымызды жақсылап бетіне салып шығамыз. Әсемдікке ас көктерді сепсеңіздер болады. Достар, менің нан салмам дайын болды. Ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдыруды, тіркелуді ұмытпаңыздар.